Қайырлы күн достар. Бүгін біз осындай жеті шелпек пісіретін боламыз. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруыңызға болады. Қолдауыңызға рахмет. Бізге ол үшін қажет заттар: ұн, жемек май, сұйық май, жылы су, тұз, дрожж, ашытқы және сүт, жылы сүт және қант. Таза ыдысымызға ең бірінші жылы суымызды, жылы сүтімізді құямыз. Одан кейін тұзымызды және қантымызды саламыз. Араластырып, қанты мен тұзы ерігенше араластырып жібереміз. Содан кейін ашытқымызды саламыз. Ашытқымызды салып, оны да араластырып жіберіп, кішкене бетін 5 минутқа жауып қоямыз. Біздің ашытқымыз кішкене көтерілуі керек. Міне ашытқымыз көтерілді. Содан кейін електен өткен ұнымызды осы ашытқымыздың үстіне саламыз. Сұйығымыздың үстіне қасықпен осылай араластырамыз. Міндетті түрде ұнды електен өткізу керек. Жайлап осылай аз-аздан ұнды салып отырып, араластырып отырамыз қасықпен. Осындай сұйықтау қоюланғанда, кішкене қоюланғанда сұйық майымызды құямыз. Содан кейін араластырып кішкене, одан кейін ары қарай ұнымызды тағы да саламыз. Ұн көп болып кетпесін. Себебі қамырымыз қатты тығыздалып, шелпегіміз дұрыс шықпай қалады. Осылай ұнымызды сала отырып, қолымызбен ары қарай араластырамыз. Міне, араластырып жатырмын. Енді осы қамырымыз дайын болғанда жылы жерге бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Немесе духовканы қосып, ең аз температураға қосып, ішіне салып 15-20 минутқа қоюға болады. Сол кезде тез көтеріледі. Міне тестіміз дайын, тез көтерілді. Мен духовкаға салып алдым. Енді ең азғантай температурасына қоясыздар духовканы. Енді тестімізді жаңағыдай қолымызды майлап, немесе жылы суға салып араластырамыз. Ары қарай ұнымызды сүйіп, осылай домалақ жасаймыз. Домалақ жасағаннан кейін осы қамырды 7 бөлікке бөлеміз. 7 бөлігіміз бірдей қылып 7 бөлікке бөлеміз. Міне 7 бөлікке бөліп алып, ары қарай оны да домалақ қылып аламыз, дайындап аламыз, домалақ қылып. Өзімізге ыңғайлы қылып, домалақ қылып дайындап аламыз. 7 нанымыз шықты. Осылай ұнды пайдалана отырып, жаңағы домалақтаймыз. Міне 7 нанымыз шықты. Жаңағы ары қарай қамырымызды илейміз. Ұнды себе отырып, қамырымызды илейміз. Қамырымыз сұйық болып кетті деп уайымдамаңыз. Міне оқтауымызды алып, қамырымызды илейміз. Менің каналыма жазылып, лайк басып, қоңыраушаға белгісін басуды ұмытпайық достар. Қазақша каналдарды қолдап, осындай рецепттерді көбейтейік каналымызды, YouTube каналымызда. 7 нанымызды осылай оқтаумен жасап аламыз, дайындап аламыз. Қатты жұқа да емес, қатты қалында емес болу керек. Міне, біздің 7 нанымыз дайын болды. Енді газге майымызды қыздыруға қоямыз.
Майымыз қызғаннан кейін шелпегімізді пісіруге саламыз. Бір жағы қызартып аламыз. Осылай жайлап қозғап жібереміз. Қозғап жібергеннен кейін келесі бетіне аударамыз. Қызарғаннан кейін келесі бетіне аударамыз. Міне. Жет шелпегіміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде майымыз қызып тұрған болу керек. Себебі майды сорып алады. Міне, жет шелпегіміз дайын. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Жасап көріңіз.